Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, өте жылдам дайын болатын және аса калориясы жоғары емес пицца дайындаймыз. Өте дәмді, тексерілген рецепт. Сонымен бастаймыз. Біз пиццамызға қажетті нәрселер: екі түрлі ірімшік керек. Бізде біреуі грек жаңғағы қосылған ірімшік және біреуі қатты ірімшік. Одан бөлек бізге қызанақ керек. Екі орташа қызанақ немесе бір үлкен қызанақ алуға болады. Сүзбелі ірімшік, бұның орнына кез келген ерітілген ірімшік алуларыңызға болады. 2 шай қасық керек. Және пиццаға арналған дәмдеуіш немесе кез келген тауық етіне арналған дәмдеуішпен 1 шымшым тұз керек. Және одан бөлек бізге қажетті пиццаға арналған қамыр керек. Бұл қамырдың рецептісін осы төмендегі описаниедегі сілтемеге басып көрулеріңізге болады. Сонымен бастаймыз. Ірімшіктерімізді ірірек үккіштен өткізіп аламыз. Одан кейін блендерімізға дәмдеуіштермен бірге сүзбелі ірімшігімізді немесе ерітілген ірімшік, плавленый сыр, өзіңізге дәмін ұнайтын, және қызанақтың жартысын салып паста дайындап аламыз. Блендерімізді тоққа қосып, біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Массамыз дайын. Келесі ыдысымызға құйып аламыз, өзімізге ыңғайлы ыдысқа. Осы пастаны қолданғаннан кейін кез келген ірімшігіңіз өте сулы, өте ылғалды, яғни өте жұмсақ болып, дәмі ерекше болады. Ендігі кезекте қамырымызды пергаментке немесе силиконды жайғышқа жайып аламыз. Және бұл аралықта пешімізді 200 градусқа немесе 220 градусқа қыздырып аламыз. Майланған қолымызбен қамырды ұстап, пергаментке немесе силиконды төсенішке саламыз және біркелкі етіп жайып аламыз. Қамырымыз өте созылмалы, өте жұмсақ, бабында тұрған қамыр. Сондықтан оны жайып болғаннан кейін көтерілгенше бір 5-10 минуттай күтуді қажет етпейді ешқандай. Жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды жайып болдық және оны 2-3 минутқа 200-220 градуста қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Егер сіздердің пештеріңізде арнайы пиццаға арналған бағдарламасы болатын болса, ол кезде бірден бетіне салмаларын сала бересіз. Егер кәдімгідей жай ғана пеш болатын болса, күнделікті қолданып жүрген, онда міндетті түрде 3 минутқа салып аламыз, бірақ 3 минуттан артық емес. Қамырымыз 3 минут тұрды, пештен шығарып аламыз және бетіне салмаларын саламыз. Қамырымыздың бетіне ең бірінші мұндағы дайын болған соусымызды саламыз. Қамырымыз ыстық өте.
Осы тұздықты майонезбен немесе кетчуппен алмастыруыңызға болады, бірақ осылай ең дәмді және дұрыс жолы осы тұздықтың. Құйып болдық. Енді әдемілігі үшін бетіне қызанақтарды саламыз. Және бұдан кейін бетіне ішінде жаңғақ дәндері бар ірімшігімізді саламыз. Бұл 140 грамм, 160 грамм, 180 граммға дейін алуыңызға болады, егер өте қалың бетіндегі ірімшікті қаласаңыз. Және екінші қатты ірімшік, бұның орнына пармезан ірімшігін алсаңыздар болады. Және осыны да бетіне сеуіп. Пешімізге саламыз. Және пешімізді төменгі бөлігіне орналастырамыз. Бетіндегі ірімшігіміз еріп, сіңе бастаған кезде пештен шығарамыз. Қамырымыздың бетіне барлық салманы салдық және пешке салып пісіріп аламыз. Міндетті түрде ең төменгі бөлігіне қарай салыңыз, себебі бетіндегі қызуымен ірімшік тез еріңкіреп және қатаңқырап қалуы мүмкін, сондықтан ең төменге салу маңызды. Пиццамыз пісті, пештен алып шығамыз. Және кесіп көреміз. Майлылығы, қамырының жұмсақтығы дәл астық. Сонымен достар, пиццамыз суыды. Қазір жеп көреміз. Жиектерін тағы бір рет кескен үзбен бөліп шығамыз. Және тәрелкемізге салып аламыз. Пиццамыз суыды. Жеп көреміз. Өте дәмді пицца. Соусы осылай болу керек пе? Пиццамыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.